Қайырлы күн, полиция лайф эфирде. Жезқазған қаласындағы Жігер спорт кешенінде ерекше форматтағы спорттық іс-шара өткізілді. Кездесу Ұлытау облысы полиция департаментінің есірткі қылмысына қарсы іс-қимыл басқармасының ұйымдастырылуымен өтті. Шараның басты қонағы полиция қызметкері, мас-реслингтен 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойындарының жүлдегері, әлем чемпиондарының қола жүлдегері Асылмұрат Бірімжан. Бүгінгі шараның мақсаты есірткіге қарсы ғой, негізі. Есірткіге қарсымыз атты акциясы жастарға, оқушыларға, студенттерге ең алдымен есірткіге қарсы бірден бір спортпен тығыз байланысты екенін түсіндірдім. Яғни спортпен айналысқан адам бұзақылыққа және құқық бұзушылыққа, есірткіге қарсы деп ойлаймын. Іс-шара барысында жылдам қимылдайтын арнайы жасақ сарбаздары жауынгерлік өнер элементтерін көрсетті. Мұндай кездесулер жасөспірімдерді жат әдеттерден сақтандырып, спортқа баулуға бағытталған. Ұлытау облысында шахматтан Қазақстан Республикасының парламенті сенатының 3-ші ашық кубогы өтті. Турнирді Қазақстан шахмат федерациясы ұйымдастырды. Додаға 40-тан астам қызметкер қатысты. Жарыс швейцариялық жүйе бойынша 9 турдан тұрды. Біз биыл 3-ші рет кубок сенат опын өткізіп отырмыз, өзіңіз көріп отырғандай билбордта. Жаңа тақтайларға қарап отырсақ, 6 тақтайлардың 2 турдан кейін ең үздік шахматистердің арасынан жаңағы бір 6-7 полицияның қызметкерлері, яғни бұлардың тәжірибесі жоғары деңгейде деп айтуға болады шахматтан. Ұлытау облысы полиция департаментінде облыс орталығы мен Сәтбаев қаласындағы көңіл көтеру орындарының басшыларымен жұмыс кеңесі өтті. Жиын полиция департаменті бастығының орынбасары Асхат Дүйсенбеков жүргізді. 2026 жылғы 2 наурыздан бастап күшіне енетін Қазақстан Республикасының құқық бұзушылық профилактикасы туралы заңы талаптары түсіндірілді. Ұлытау облысында рейдтік іс-шаралар барысында 2 күн ішінде 160 құқық бұзушылық анықталды. Аталған деректер техникалық байқаудан өтпеген көліктер, көлік жүргізу кезінде телефон пайдалану, қауіпсіздік белгісін тақпау, 25 жүргізуші жолаушы тасымалдау қағидаларын бұзған және 1 жүргізуші мас күйінде ұсталды. 3 такси заңсыз тасымал жасаған. Заң мен тәртіп қоғам тұрақтылығының негізі. Ұлытау облысында қауіпсіздік пен профилактика бағытында жұмыстар жүйелі түрде жалғасуда.